Ассалаумағалейкум, құрметті көрермендер. 8 күнде кладкасы біткен үй, 12-де 13. Алды шестигранник, қазір сейсмопоезд. Апалық құсқырылуға сыртына бір қатар кірпіш жіберді. Шарты қатар. Шарты кірпіш шықты. Бұлай, 12 сантиметр. Алматыда көгеріп кетеді ғой. Сол үшін сыртқы бетіне ұзат артпау үшін. Шарты кірпіш шықты. Апалық құрып қойған сейсмопоезға. Сырттан ұстатып қойған ішінен. Екі жақтап апалық қойды. Бұрышты да өр жіберді. Колонна құйылды. 8 күнде кладкасын бітіріп 14 күн дегенде сейсмопоездің құяйын деп аты 11-12 күн болды. Сейсмопоезд 2 күн, 1,5-2 күн құйса. Сонымен бітеді. Сейсмопоезға каменщик керек болса 4 жігіт хабарласыңыздар. Әлі лай тоңлайтын уақыт болған жоқ. 10 күн 15 күнде өріп береді. 13-те 12 8 күнде өріп болды. Бас аяғы 14 күнде бітірейін деп тұр. Фундамент құйып берсеңдер. Кірпішін ішіне погрузчикпен кіргізіп берді. Кеше 2 күн жаңбырмен байланысты 20 шақты күнге созылып кетті. Неге арматура толқып, мындай жерге апалып құрып қойып, ішіне апалып құрып жатыр қазір. Құрау жерлер, апалып құрайтын жерлер уақыт алады. Маңда сыртына жарты кіріп шөр жіберді. Бетон көгермеу үшін. Мына жерде де колонна бар. Ішінде бұл да алдыңғы видеоларда бар. Көрсетілген. Өтірек қойған бетон құйып кепкен екен алып тастайды. Сейсмопоезд осылай құйылады, апалып құрылады. Ана бұрышта да колонна бар, мына бұрышта да колонна бар, кірпіш ортасына 25-ке 25. Сырты 12 сантиметр өріліп кетті. Есіктің биіктігі келмеген соң сәл апалып күн көтеріп құрған. 2-де 10 қалу керек биіктігі. 2-де 4 астынан стяжка көтерсең де, теплый пол қойсаң да, стяжкам көтеріп кетті, есігім жимай қалды демейсіздер. Жақында апалқысын. Есік маңына, терезең маңдайын тірек болған. Мына жақ бір спальня ау деймін. Ванна бөлме дейді. Санузел. Мына жақтан да кіріп шығасың, ана жақтан да кіріп шығып жүре бересің. Осылай. Жиегіне андай ағаш қойып жіберді. Соның үстіне кірпіш өріліп кетті. Жарты кірпіш. Бетон үйдің іші. Сейсмопоездің тұсы көгермеу үшін. Ортада да колонна бар. Ана бұрышта да көрінбей кеткен ішінде. Алды шестигранник. Бұл жерде су жоқ, мынандай. Водовоз келіп құйып кетеді. Биыл кірмейді. Құйып. Бұл жігіттердің жұмысы сейсмопоезін құйып беру. Алдыңғы
YouTube каналда осы стройка советы лайфхак каналында стройка қатысты сұрақтардың барлығы бар. Қалай болу керек, не істеу керек білгенімізше айттық, ұсталардан сұрап. Өздеріңіз біліп жатсаңыздар, білмейтін кісілер біліп жүріңіздер, білетін кісілер пікірлеріңізден бөлісіп отырыңыздар. Бұрышта 1,5 бұрыш өріліп кеткен. Бұрышқа жарты кірпіш, ортаға бетон құйылады. Сөйтіп ол фундаменттен шыққан арматур сейсмопоясқа байланып құрсаулап тастайды ғой кірпішті.